Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге фисташковый торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Өте сондай удачный рецепт, жасап көріңіздер. Ең алдымен 3 жұмыртқамызды ақуыз бен сарыуызынан екеуін ажыратып аламыз. Екеуін 2 табаға салып, 2 табамызда құрғақ болуы қажет. Ең алдымен жұмыртқаның ақуызын жақсылап тұрып, миксермен миксерлейміз. Одан соң аз-аздан шекерімізді салып, барлығын емес, бір тестен салып отырып, жақсылап тұрып, көтерілгенше, қараңыздар, видеода көрсетілгендей, осылай көтерілгенше миксерлеуіміз қажет. Енді кезексе сарыуымызға сары майымызды және сүтімізді салып, одан соң фисташковый паста қолдандым. Мен сіздер фисташковый паста немесе фисташковый мука қолдансаңыздар да болады. Кондитерский дүкендерде сатылады. Мінекей барлығын осылай жақсылап салып алып, миксермен жақсылап тұрып миксерлейтін боламыз. Біркелкі масса болғанша. Одан соң жаңағыдегі ақуызға фисташковый паста араласқан массамызды жаймендеп салып, астынан үстіне қарай видеода көрсетілгендей етіп, қатты миксермен миксерлеуге болмайды. Осындай қасықпен немесе лопаткамен астынан үстіне қарай араластырасыздар. Одан соң жаймендеп ситадан өткізілген ұнымызды салатын боламыз. Және де қопсытқышымызды да ұмытпаймыз. Осы лопаткамен араластыратын боламыз. Жаңағы біздің үлпілдеп тұрған массамызды басып алмауымыз қажет. Мен осындай кондитерский кольцода пісіретін боламын. 180 градуста 30 минут 40 минутта пісіретін боласыздар. Піскенін жаңағы зубочистка немесе таяқшамен көруге болады. Бисквитім керемет формада пісіп шықты. Ең басты дұрыс қадағалау қажет. Менде барлығын осылай 3 бөлікке бөліп алып, мен крем-чизді дайындадым. Крем-чиздің рецептісін менің каналымнан көре аласыздар. Мен осылай пропитка жасадым. Пропитка жасасаңыздар өте влажный, дәмді, сухой болып шықпайды. Өте жегенге сондай әдемі болып шығады. Менде осылай видеода көрсетілгендей үстіне крем-чизімді жағып тұрып, жақсылап жинай бересіздер. Арасына осылай малина қостым. Негізі мен кішкене аздау қосып қойыппын. Көптеу қоссаңыздар, малина керемет бір дәм береді. Неге осылайша біздің фисташковый тортымыз дайын болды. Өте дәмді, енді дәмі деген ауызда ериді. Жасап көріңіздер, кеңес беремін. Осы рецептпен өте удачный шығады. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.